Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлвира, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге үйде бар заттан жасалынатын, магазиндікінен де дәмді шығатын оңай рулет рецептімен бөлісетін боламын. Рулеттің құрамына өз қалауларыңызша джем, сливки, сметана тағы да басқа начинка салсаңыздар болады. Достар, ендеше видеоның соңына дейін қараңыздар. Ұнайтынына сенімдімін. Керекті ингредиенттің барлығын видеоның соңына қалдыратын боламын. Ыдысымызға 4 жұмыртқа, ванилин, тұз және де қантымызды салып 3-4 есе көпіргенше жақсылап араластырамыз. Массамыз 2-3 есе көтерілді. Бөлек ыдысқа 2-3 қасық тесті салып аламыз. Сүт және өсімдік майын қосып жақсылап араластырып аламыз. Массамызға қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Төменнен жоғары қарай ұнымызды 2-3 бөлікке салып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Тестіміз дайын болды. Енді 180 градусқа пешімізді жылытып 10-12 минутта пісіріп алатын боламыз. Бисквитім пісіп шықты. Мен бисквитім 10-12 минутта пісті. Өте жұмсақ, иісі өте керемет, хош иісті. Видеода көрсетілгендей жасаймыз достар. Бисквитімізді орап ыстықтай 1-2 сағатқа демалдырамыз. Бисквитіміз суығанша начинкамызды дайындаймыз. Менде сливкиді 3-4 минут араластырдым. Қант қостым. Өз қалауларыңызша қосасыздар. Видеода көрсетілгендей жасайтын боламыз достар. Достар, менің рулетім дайын болды. Енді 1-2 сағатқа холодильникке салатын боламыз. Өз қалауларыңызша жемшедекпен әсемдесеңіздер болады. Мен вишнямен және үстінен сахарный пудрамен әсемдеп шықтым. Өте әдемі шықты достар. Міне достар, рулетіміз дайын, әсемдеп шығардық. Өте әдемі, өте нәзік, өте дәмді және де оңай жасалынады. Менің рецептімен достар жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды.
рулетіміз өте дәмді шыққан, өте жұмсақ. Менің балаларым сүйсініп жейтін рулеттерінің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.